бармайтын жер жоқ дейді. Неге жоқ десем, айналып Хан-Шатырға барасың, Мегаға барасың, Азия паркқа барасың, Сарыарқаға барасың, Бәйтерекке барасың, Думанға барасың, Левиверкке барасың. Одан артық не керек бар деймін да саған. Не керек енді одан артық саған, не керек енді? Ауылға айтам дейді. Енді ауылға бардың ал. Ауылға барсаң қайға барасың десем, Әкімжан үйіне барам, Дәурен үйіне барам, Жақсыгүлдің үйіне барам, қайын жұртыма барам, Абайға барам, Сәкенге барам дейді. Мен айтам, сен есің дұрыс па, оларға барғанда не істейсің десем, ол айтады, қанат түсінші дейді. Астанада менімен бірге өсек айтатын адам жоқ дейді. Өсек айтуға қол тимейтін астаналықтар, мерекелеріңізбен! Әлемде қанша ұлт бар, астанасы жоқ. Ал біз жылда астанамызды тойлаймыз. Құтты болсын Астана деп бір қошемет қойдық. Негізінен құрметті көрермендер, мен қазір ренжіп жүрмін. Мен ренжіп жүргенде бір әшейін ренжіп жүрген жоқпын. Өте қатты ренжіп жүрмін. Өте қатты ренжігенде де кәдімгі өте қатты бүтін оннан өте қатты ренжіп жүрмін. Жоқ деймін да, менің жерлестеріме күн бермейді ешкім. Бүкіл әлем, олимпиада, жаңа спорт бір бәле комитеттері айналып келіп Ильяға тиісе береді. Мен айтам, ол олимпиадаға бармайды ол. Болды, спорттан шектетіледі дейді. Мен айтам, нелерің бар о балада? Не істеп қойды сендерге? Не істеп қойды десем, ол айтады, айналып қанат түсінсейші дейді. Ол допинг ішкен дейді. Іші не алады екен? Кім ішпей жатыр ол допингті? Не ішіп алып сендерге бірдеңе деп жатыр ма ол? Біреудің мазасын алып жатыр ма? Біреуді қиратып жатыр ма? Ішкеме ақылмен ішіп жүр ол. Көтер деген теміріңді көтеріп жатыр. Туыңды желбіретіп жатыр. Не қылады екен іші? Ішін біздің Қызылордалықтар Илья жайлы ешқашан жаман сөз айтқан емес. Ол өйткені Қызылордаға керек десең спорт алаңдарын жетімдер үйіне, қарттар үйіне көмектесіп жүр. Ішкен адам сондай істей ма? Ішін не? Ода тұрған не бар екен? Менде ішем арасында. Жоқ, бірақ Ильяда қызық бірақ. Ішкеннен кейін көзге түспей жата қалу керек қой. Жоқ, Илья ол еркек. Ол ер азамат, жігіт. Ол іші қойып кете алады. Ол подавить етіп аларға қиын да. Әйел адам бір іші тоқтамайды, оны білесіздер. Мен соған ренжимін. Мен жалпы допинг деген не деген сұраққа жауап іздедім ғой интернетке кіріп. Сөйтсек, допинг деген сөз ағылшын тілінен аударғанда доп деген күшті деген мағынаны білдіреді екен. Ал допинг деген, енді білмеймін, мен өзгесін айтам оны. Сол доп күшті деген мағынаны білдіреді екен. Мен ойлап қоймын, сол допинг енді адамға ішсе, күш береді екен. Анан ішкен адам оның қорықпайды екен кәдімгідей. Мен сол ойлап жүрмін, мен осы әйелмен допинг ішеді ау деймін да мен. Допинг ішеді, точно ол допинг ішеді. Өйткені ол келін болып түскен кезде аспириннен басқа ештеңе ішпейтін адам ғой. Моп-момын, қой аузынан шөп алмайтын адам кәдімгі. Ойбана менің әйелім ба деп бүйтіп. Кейін ол допинг ішті. Я атасынан қорықпайды, я енесінен қорықпайды, я менен қорықпайды. Бір жатқан күш жатқан. Менің әйелім өзі бүкіл әйелдер ішеді қазір допинг. Езгіп жүрген біз алаңыз. Рас қой. Егер әйелдердің қанын тексереді десе, мен әйелім бірінші беремін. Егер қанның құрамынан допингтің белгілері табылса, мен осы уақытқа шейін берген ақшаларымды, тапқан табысымды алып қоямын мен. Ол деген сөз, ол деген, мен күштеп тартып алды деген сөз ол. Не деген масқара? Мен өзім ішіп көрейші дедім шыны керек допингті. Ол қандай әсер береді екен адамға деп іштім. Біреуін іштім. Әсер етпейді. Екеуін іштім. Чувства жоқ та. 10 іштім. 1-2 сағат передозировка осындай болып қалдым, шамалы 1-2 сағат. Сосын бір екеуін ғана ішіп күттім. Былай күттім, бүйтіп жүрдім. 200 километр жүріп тастаптым сөйтіп. Мынау күшті екен ғой деп бір идея келді маған. Ой келді да, менің бір ауылда досым бар. Байғұс, момын да. Бала кезімде тайғұлындай тебісіп өскен жан досым енді. Шаңырақ қалай көтерді, әйел басып тастады ғой аны. Қашады ғой көшеден, әйел қуып жүріп ұстап алады да, оқтау тәбішке демейді, ұрат жұрттың көзінсе. Мен айтам, жаным ашиды, досым, еңсеңді көтерсейсің шамалы. Баяғыда тайғұлындай тебісіп өстік қой, тепсей сөйтіп.
айтқанды істемейді. Бір сосын ойладым, бір допинг берейінші осыған деп. Бір кейін қайтарсыншы әйелінен деп. 2 түйір допинг бердім. Ананы ішіп алғаннан кейін анаған әсер етті ғой. Әйелі қуады ғой, жеткізбейді. Қашып кетеді бірден. Мен мықты екен деп қалдым допингтің үшін. Мен Қалжан Ахун дейтін ауылда мен ғана емес, досым ғана емес, бүкіл еркектер басылып қалған ғой. Ауылдың билігін әйелдер қолына алып алған. Жас Шмән сияқты кемпірлер ақсақалдар төрағасының орнында отыр қазір. Бүкіл ауылдың еркектерін жинап алдым. Көтергім басты дедім. Жасым ба босқа, жұмыс істейік дедім. Билікті қолымызға алайық, мынау не масқара? Еркек емес, ез болды қалаңыз. Бір допингтен ішіп алыңдар, әйелдерге көтерілік дедім. Жеңістің туын желбіретейік дедім ана жігіттерге. 60 еркек шықтық. Бәрі бір допингтен ішіп алып, әйелінен өте қатты қорқатындар үшеуінен ішіп алып, ойламаған жерден әйелдерге тұтқиылдан шабуыл жасадық қой. Ойба, таң қалдым мені. Сізден допинг ішпей ақ, аспирин ішіп ақ, ана бізбен 3 сағат күресті ғой аналар. Ең соңында жеңдік ақыр. Допингтан допинг қой. Жеңіп, көк туды желбіретіп, екінші әрі еркекке көтерілмейтіндей қып, кәдімгі ауызынан кәдімгі сөйлетпейтіндей қып, ауылдың сыртына дейін қуып жібердік әйелдерді. Сөйтіп ауылдық өзіміз қалдық еркек.